Бүгінгі видео әдемі қыздар мен әдемі емес қыздар туралы видео болып табылады. Оны интернетте танысқан, далада танысқанмен салыстыра кетеміз. Бастысы, біріншіден әдемі емес қыздарды айтамыз. Әдемі емес қыздар оларға далада танысқан кішкене қиындау болады. Практика бойынша далада әдемі қыздармен танысу өте қиындау, өйткені олар көп адамдармен сөйлеседі, ондай қыздарға көптеген жігіттер жақындай алады, өйткені олар әдемі емес. Екіншіден, айтар кетер жағдай, әдемі қыздармен интернетте де танысуға болады. Интернетте олармен, олар интернетте жауап береді. Негізі әдемі емес қыздармен көшеде кішкене қиындау, интернетте оңай. Ал әдемі қыздармен интернетте танысу өте қиын, бірақ көшеде танысу оңай. Неге солай болып келеді? Өйткені интернетте әдемі қыздың суретін көргенде көптеген жігіттер көп SMS-пен танысайық деп жаза бастайды. Сол себептен интернетте әдемі қыздан номер алу өте қиынға соғады. Ол үшін көп жазу керек. Негізі номер алу үшін өте қиын. 5-6 күн кетуі мүмкін, әлде кейде номер аламай қаласыңдар. Сондықтан көшеде танысқан оңай. Не себептен? Өйткені әдемі қыздарға көшеде жігіттер жақындамайды. Өйткені олар ұялады. Өте әдемі. Өйткені жігіттің ойында ойлайды, жігіт былай ойлайды: оның жігіті бар, ол маған қарамайды, ешнәрсе демейді деп. Сол себептен көшеде әдемі қызбен танысу оңай. Практика бойынша әдемі қыздан номер алу 1-2-3 минут қана кетеді. Көшеде танысыңдар. Неге солай? Неге әдемі қыздар көшеде номер береді, интернетте бермейді? Өйткені интернетте спрос көп, сұраныс көп. Сондықтан сұраныс көп болған жағдайда олардың өздерінің қалай айтсам болады екен, сұраныстар көп болады, және олар әдемі қыздар негізі таңдай бастайды интернеттен. Жазу номер беру мүмкін, бірақ кездеспеуі де мүмкін. Олар интернетте жай ғана отырады, уақыт өткізу үшін. Ал көшеде, далада болса, номер алу өте оңай, және олар тез кездеседі. Сол себептен көшеде танысамыз, далада номер аламыз, әдемі емес қыздарға жақындамаймыз. Солай. Тағы да видеолар болады. Талай видеолар тұрам. Тіркелеміз.